Тұрмыстық зорлық-зомбылық бұл қоғамдағы ең өзекті мәселелердің біріне айналып үлгерді. Қызғаныш, өзара тіл табыса алмау, әлеуметтік жағдай, тұрмыстық тауқымет екі отбасының бірінде болып жатқан жағдайлар. Ең өкініштісі осы жағдайлар ушыға келе суицидпен, қанды қылмыспен аяқталынып жатады. Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң қаншалықты нәтиже беріп отыр? Өзіңіз атап кеткен қорғансыз әйелдер мәселесі, қоғамдағы абьюзерлік жағдай сол заңнамадан кейін кеміді ме? Біршама кеміген фактілер бар. Бүгінгі таңда бірақ біздегі ең бір жақсы мәселе, мен өзім атап өткім келеді, әйелдер бұрынғыдай жасырмайды, өздерінің пікірлерін ашық, еркін, әлеуметтік желі арқылы, қоғамдағы бар медиа арқылы өздерінің жеткізіп жатыр. 10 жыл бұрынғы, 5 жыл бұрынғы көрген тепкілерін қазіргі таңда ұялмай айтып жатыр. Бұл біріншіден стигманың кеткендігін көрсетеді. Екіншіден оларды қорғайтын заң бар екендігін және сол заңға арқа сүйейтіндігін көрсетеді.